кеш эфирде Әуезов ТВ, сіздермен бірге апта жаңалықтарын айшықтайтын мен Жорай Василь. Мәдени қаламызда модернизациялаудан өткен кітапхананың бүгінгі өзгерісімен тынысы қандай? Әкім Мұрат Әйтеновтің қала күніне тарту жасап, жаңғыртқан кітапханасы білім мен ғылымға қаншалықты өзгеріс алып келді. Толығырақ кітапхана ісімен жіті танысып қайтқан тілшіміз Әнуар Әділет баяндайды. Қаламыздың төрінде орналасқан Абай атындағы орталық кітапхана осыдан 3 ай бұрын заманауи модернизациядан өтті. Жаңадан жаңғырған Абай кітапханасының бүгінгі ахуалы қандай? Бірге көреміз. 2021 жылдың 19 маусымында қала күніне орай заманауи жабдықтармен жаңғырған Абай атындағы орталық кітапхана бүгінгі таңда мәдени қаламыздың мәдени ошағына айналды. Білім мен ағартушылық мақсатта қарқынды жұмыс жасап жатқан кітапхана күніне 60-қа жуық оқырманға қызмет көрсетеді. Бұл модернизациядан кейінгі едәуір көрсеткіш. Қызмет көрсетудің ерекшелігі оқырманды кітапқа баурау, мұның барлығы кітапхана жүйесінің жемісі. Жемісті жүйенің ерекшелігі карточкалық жүйе. Бұл жүйені пайдалансаңыз, кітап оқып қана қоймай, түрлі жеңілдікке ие боласыз. Жалпы біздің кітапханамыз модернизациядан өткеннен кейінгі өзгерістер бізде оқырмандарымыз көбейе бастады. Яғни 3-ші тоқсанда 3833 жоспарда болса, бізде қазір 4750-ден асып отыр. Бұл бізге оқырмандардың жиі келуіне байланысты болып отыр. Бізде жалпы сұранысқа ие психологиялық, мотивациялық кітаптарды жастарымыз көбінесе сұрайды. Және де оқулықтар сұрап жатыр осы кезде. Соны біз енді болашақта жоспарлап отырмыз. Мына студенттерге, жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулықтарды көбейтсек па деген жоспарда бар. Кітапхана қызметі ұлы тұлғалардың ұлағатты күндерінде де аянып қалып жатқан жоқ. Түрлі мақсатта игі іс-шаралар ұйымдастырылып, жастарға мәдениеттің рухани жолын салуда. Хош, халық қазынасы адамзаттың бар байлығы кітаптардың асыл жәдігерлеріміздің мекендерін заманға сай жаңғыртып тұрған абзал. Бүгінде қаламызда 24-ке жуық кітапхана болса, аталған бұл кітапханалардың тек 3-еуі ғана заманауи модернизациядан өткен. Шымкентте аялдамалар тағы да жаңарды. Бұл жолы қаржы мемлекеттің бюджетінен емес, инвесторлардың тарапынан бөлінген. 2 ай ішінде түбегейлі өзгерген аялдамалардың ерекшелігі неде? Бұл жөнінде тілшіміз Самедина Ружанның материалында. Дәл қазір шаһарда орналасқан ақылды аялдамалардың бірінде тұрмын. Бұл смарт аялдаманың ерекшеліктері өте көп. Атап айтар болсам, мұнда салқындатқыш, интернет байланыстары және де бейнекамера орнатылған. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Шымкент қаласында оқыму және Дулати атындағы нөмірі 8-ші мамандандырылған мектеп жанынан демеушілер есебінен 2 ақылды аялдама пайдалануға берілді. Жаңа аялдамада жолаушылардың ыңғайлылығы үшін тегін Wi-Fi, смартфон қуаттағыш көздері, кондиционер, қаланың картасы және маршрут бағыттары көрсетілген электронды тақтайша, бейнебақылау камералары орнатылған. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, бұл жоба толығымен жергілікті инвестор қаражаты есебінен жүзеге асуда. Бір аялдамаға жұмсалған қаржы көлемі 8 миллион теңгені құрап отыр. Айта кетейік, жыл соңына дейін қаланың ішіне тағы осындай жаңа үлгідегі 8 аялдама салу жоспарланып отыр. Қала күйбеңі қажытса, көрмеге келіңіз. Оқырманға қызмет көрсетуден оқ бойы озық жүретін Абай кітапханасында тәуелсіздік құрдастары атты жас суретшілер көрмесі ұйымдастырылды. Көрменің қалай болғанын көріп, қиял әлеміне сапар шегіп қайтқан тілші Жолдасбек Қанаттың сюжетінде. Қоршаған ортаны зерттеудің ең маңызды құралы сурет. Онда суретшінің ішкі жан дүниесі мен жанына маза бермейтін қиял құсы бейнеленеді. Қазан айының 14 жұлдызында қаламызда орналасқан модернизацияланудан өткен Абай кітапханасында қылқалам шеберлерінің тәуелсіздік құрдастары атты кезекті сурет көрмесі өтті. Көрмеге бейнелеу өнерін жанына серік еткен түрлі мамандық иелерінің туындылары қойылып, көрермен көзайымына айналды. Айнұр Тасболатованың негізгі мамандығы заңгер, заң мен заманды бейнелеген жас суретші бейнелеу өнер маған рухани рахат сыйлайды. Тіпті сурет салмасам, көңілсіз жүремін дейді. Сурет салып жатқан кезде уақыт өтіп кетеді. 2 сағат, 3 сағат өтіп кетеді. Уақыттың қалай өтіп кеткен? Өткенін байқамайсың. Өткеннен кейін сурет салып болғаннан кейін қарайсың, аны мен қалай салдым дейсің. Өткені мен осы уақытқа дейін негізі академическое образование алмағам, самоучкамын. И сурет салып болғаннан кейін аны, то есть образование болмай қалай салған өз-өзің таңғаласына, бірақ маған ұнайды процесс, сам процесс, и одан кейінгі алған нәтижесі де өте қатты ұнайды.
Соңғы кездері қала тұрғындары арасында сурет көрмелеріне деген аса алып қызығушылық пен талғампаз мәдениет қалыптасқан. Оның айқын дәлелі тап осы тәуелсіздік құрдастар атты сурет көрмесіне жиылған бейнелеу өнерінің қалың жанашырлары. Жансая Серікбайқызы туындылары көрмеге қойылған суретшілермен таныс емеспін. Ешкімді қолпаштап келгем жоқ. Мен сурет өнеріне жанкүйермін. Жақсы сурет қарасам, рухани күш алып, демалып қаламын дейді. Арнайы келіп отырмын осы жас суретшілердің суреттерін байқауға. Өзім де ұнатамын сурет салуға. Маған балерина суреті өте қатты ұнады. Сонымен қатар талдың астындағы бала. Суретке қараған кезде ол адамның өзінің ойын түсінесің и соған қарап мен демаламын. Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі Тасмурзаева Нұргүл, жас дарындарды қолдау, оларға мүмкіндіктер сыйлап шабыт беру кітапханамыздың негізгі мақсаттарының бірі. Осы мақсат аясында кітапханамызда түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, жас дарындардың өсіп жетілуіне мұрындық болуға тырысамыз. Кітапханамыздың есігі талаптылар мен қанаттыларға әрдайым ашық. Оқырманның жетістігі біздің де жетістігіміз дейді. Жетістіктеріміздің бірі, бүгін өздеріңіз көріп отқандай тәуелсіздіктің құрдастары атты тақырып аясында жас суретшілердің көрмесін өткізейін деп жатырмыз. Бүгін сағат 7-де жас суретшілер келеді бұл жерде. 2 апталық шара болады бұл жерде. Жолдасбеков Қанат Аяулым Леспаева, арнайы Әуезов ТВ үшін. Шымкентте үкіметтік емес ұйымдарға арналған орталық ашылды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асқан жобада бірлестіктер мен түрлі ұйымдар өкілдеріне тегін кеңестер берілмек. Қоғам өміріне айтарлықтай үлес қосып жүрген ұйымдар енді бір орталықта бас қоса алады. Осы деректі тілшіміз Көшемен Айша толықтыра кетсе. Үкіметтік емес ұйымдарға қолдау бар. Нұр Отан партиясының Шымкенттік филиалы ғимаратында орналасқан орталық қоғамдық ұйымдардың жұмысын жандандыру мақсатында ашылды. Әрбір үкіметтік емес ұйымның өкілдері осы алаңға келіп жұмыс жасауына, шаралар өткізуіне барлық жағдай жасалған. Арнайы коворкинг бұрышы да қарастырылған. Осы уақытқа дейін қаламыздың 4 ауданында жастар ресурстық орталығы қызмет жасап келді. Алайда кеше есігін ашқан алғашқы азаматтық ресурстық орталық бүгінде үкіметтік емес ұйымдарға көмек көрсетуге дайын. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, осы аптада футболдан әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионатының қорытынды туры өтті. Түркістандағы Түркістан Арена стадионында Томирис Тұран командасы мен Биг Шымкент клубы кездесті. Чемпионат аяқталмай тұрып, ел чемпионы атанып үлгерген Шымкенттік клубқа қарсы түркістандық арулар лайықты қарсылас бола білді. Түркістандағы тартысты ойынның қалай өрбігені жайлы тілшіміз Кенжаев Батырбек тарқата түссін. Түркістандағы жаңа стадионда өткен бәсеке тартысты әрі қызықты өтті. Жасыл алаңда жасында жақыраған еліміздің қос команда бұрымдылары жанкүйерлердің оң бағасын алды. Алма-кезек шабуылмен өткен кездесуде 2-3 есебімен Биг Шымкент командасы жеңіске жетті. Биыл жаңадан құрылған Түркістан облысының Томирис Тұран әйелдер командасы ел чемпионатына қатыса сала жоғары дәрежеде өнер көрсетіп, чемпионаттың күміс жүлдегері атанды. Ал Европада атой салып жүрген Биг Шымкент чемпиондық атағын қорғап қалды. Ел біріншілігінде қарсылас шыдатпай жүрген қос команда футболдан әйелдер арасында УЕФА Чемпиондар Лигасында ел намысын қорғайды. Қазақ футболында жаңа команда пайда болғаны, үздіктер қатарынан табылғаны ел спортына оң серпін береді. Бүгінге келіп жеткен жаңалықтар легі осылай болды. Сіздермен болған Әуезов ТВ жарқын күндерде жүздескенше.